Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Құлажанов атындағы Қазақ технология және бизнес университеті экономика және басқару кафедрасының сеньор лекторы Әбдіғалиева Ләззат Сағынғалиқызы өңірлік экономика және басқару курсының келесі тақырыбын ұсынады. 8-ші тақырып Қазақстан аймақтарының әлеуметтік экономикалық әлеуетін бағалау. Аймақтардың дамуын жан-жақты зерделеу тиімді мемлекеттік саясат қалыптастырудың негізі. Осы тақырыпта Қазақстанның өңірлері бойынша негізгі экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштер талданып, салыстырмалы бағалау әдістері мен аймақтық теңгерімдерді қамтамасыз ету жолдары қарастырылады. Тақырыптың жоспарына тоқталсақ, бірінші бағалау көрсеткіштері, яғни оның ішінде жалпы өңірлік өнім, табыс деңгейі, жұмыссыздық, инвестиция және инфрақұрылым айтылады. Екінші, аймақтың ерекшеліктері айтылады, яғни дамыған индустриялық аграрлық аймақтар. Одан кейін үшінші, салыстырмалы талдау әдістері, статистикалық, рейтингтік, индекстік талдау әдістері. Одан кейін аймақтық саясат және перспективалар, яғни мемлекеттік бағдарламалар, инвестиция және инфрақұрылым туралы сөз болады. Аймақтық дамуды объективті бағалау үшін жүйелік көрсеткіштер жиынтық қолданылады. Бұл көрсеткіштер экономикалық өсу қарқынын, халықтың әл-ауқатын, еңбек нарығын және инвестициялық ахуалды кешенді түрде сипаттайды. Жалпы өңірлік өнім аймақтың экономикалық қуатын өлшейтін басты макроэкономикалық көрсеткіш. Ол белгілі бір кезең ішінде өңірде өндірілген барлық тауарлар мен қызметтердің жиынтық құнын білдіреді. Жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім халықтың өмір сүру деңгейін салыстыруға мүмкіндік береді. Жалпы өңірлік өнімнің өсу қарқыны бұл аймақтың динамикалық дамуын бейнелейді. Салалық құрылымы бұл өнеркәсіп, қызмет және аграрлы секторлық үлесін көрсетеді. Республикалық жалпы ішкі өнімдегі үлесі ол аймақтың ұлттық экономикадағы маңызын анықтайды. Яғни Қазақстанда жалпы өңірлік өнім аймақ бойынша ауытқуы 10 есеге дейін жетеді. Бұл теңсіздіктің айқын белгісі. Мұнай өндіруші өңірлер жан басына шаққандағы жоғары жалпы өңірлік өнім, яғни бірақ диверсификация деңгейі төмен болып келеді. Халықтың табысы, өмір сүру деңгейі және жұмыссыздыққа тоқталайық. Бұл жерде орташа айлық жалақы аймақтар бойынша орташа номиналды және нақты жалақыны салыстыру еңбек нарығының ахуалын анықтайды екен. Астана мен Алматыда жалақы ауылдық өңірлерден 1,5-2 есеге жоғары. Күнкөріс минимумынан төмен табысы бар халық үлесі бұл кедейлік деңгейін қалыптастырады. Солтүстік және оңтүстік аймақтарда бұл көрсеткіш орташа республикалық деңгейден жоғары болып отыр. Жұмыссыздық деңгейі, яғни жалпы жұмыссыздықпен қатар жасырын және мәжбүрлі жартылай жұмыспен қамту да маңызды болып тұр. Ауылдық аймақтарда жұмыссыздық деңгейі шаруашылықтың маусымдық сипатына байланысты ауытқиды. Ал тұтыну шығыстары бұл үй шаруашылықтарының тұтыну себеті мен нақты шығыстары халықтың сатып алу қабілеті мен өмір сүру сапасының нақты индикаторы болып табылады. Инвестиция, өнеркәсіп және инфрақұрылым көрсеткіштері өңірдің экономикалық даму деңгейін бағалауда қолданылатын негізгі индикаторлар. Олар өңірдің өндірістік әлеуетін, инвестициялық тартымдылығын және даму қарқынын сипаттайды. Инвестиция көрсеткіштері ол өңірге тартылған және салынған қаржы көлемін көрсетеді. Мұндағы негізгі көрсеткіштер негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі, шетелдік инвестициялар көлемі, жеке сектор инвестициясы, мемлекеттік инвестициялар үлесі және инвестицияның тиімділігі. Яғни инвестиция көп болған сайын өндіріс дамиды, жаңа жұмыс орындары ашылады және өңір экономикасы өседі. Өнеркәсіп көрсеткіштері яғни өңірдің өндірістік қуатын сипаттайды. Оның негізгі көрсеткіштері өнеркәсіптік өнім көлемі, өнеркәсіп құрылымы, еңбек өнімділігі, өндіріс өсім қарқыны, экспортқа бағытталған өнім үлесі, ірі және шағын кәсіпорындардың саны.
Өнеркәсіп өңір экономикасының негізгі драйвері болып табылады және жалпы өңірлік өнімнің маңызды бөлігін құрайды. Инфрақұрылым көрсеткіштері бұл өңірдің экономикалық және әлеуметтік қызметін қамтамасыз ететін жүйелердің даму деңгейі. Бұндағы негізгі көрсеткіштерге көлік инфрақұрылымы, энергетикалық қамтамасыз ету деңгейі, сумен және жылумен қамтамасыз ету, байланыс және интернет қолжетімділігі, логистикалық орталықтардың дамуы және коммуналдық қызмет сапасы табылады. Яғни инфрақұрылым дамыған өңірде бизнес жүргізу оңай, инвестиция тарту жоғары және халықтың өмір сапасы жақсы болады. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік экономикалық даму ерекшеліктеріне тоқталайық. Яғни Қазақстанның 17 өңірі табиғи ресурстық потенциалы, тарихи даму жолы, урбанизация деңгейі және салалық мамандануы бойынша бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленеді. Осы алуан түрлілік аймақтық саясатты қалыптастыруды жіктемелік тәсілдерді талап етеді. Экономикалық дамыған аймақтар бұл Астана қаласы, Алматы қаласы және Атырау облыстары болып табылады. Яғни Алматы қаласы бұл қаржы орталығы, республиканың іскерлік астанасы, яғни жалпы ішкі өнімге үлесі 20%, қаржы, сауда, логистика, IT және туризм секторлары жетекші орын алады. Жоғары білікті жұмыс күші мен дамыған инфрақұрылым шетел инвесторларын тартады. Келесі Астана қаласы бұл әкімшілік инновациялық орталық, яғни мемлекеттік басқару, дипломатия және инновация орталығы деп айтсақ болады. Экспо 2017 өткізгеннен кейін жасыл экономика бағытында жедел дамуда, халықтың тез өсуі тұрғын үй инфрақұрылымға сұранысты арттыруда. Одан кейін Атырау облысы жалпы мұнай газ өнеркәсібінің жүрегі деп айтамыз. Яғни Теңіз, Қашаған кен орындары Қазақстанның мұнай экспортының 60%-нан астамын қамтамасыз етеді. Жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнімнің бойынша республикада бірінші орын алады, бірақ экономиканың тым мұнайға тәуелді болуы тәуекел туғызып отыр. Индустриялық аграрлық аймақтар және урбанизация бойынша индустриялық аймақтарға Қарағанды облысы, Павлодар, Шымкент қалаларын айтуға болады. Бұл Қарағанды облысы тарихи тау-кен металлургия орталығы деп айтамыз. Болат, мыс, көмір өндірісінің жетекшісі болып келеді. Бірақ кеңістік өнеркәсіп мұрасы жаңғыртуды талап етеді. Павлодар облысы алюминий өнеркәсібі, энергетика, Ертіс өзенінің бойындағы өнеркәсіптік дәліз. Шымкент қаласы бұл оңтүстіктегі өнеркәсіп сауда орталығы, халқы 1 миллионнан асады. Одан кейін аграрлық аймақтар және урбанизация бойынша солтүстік аймақтар мен оңтүстік аймақтарды айтамыз. Яғни солтүстік аймақтар бұл Ақмола, Қостанай бидай өндірісінің негізгі белдеуі. Халық саны азаюда, миграция мәселесі өзекті болып тұр. Оңтүстік аймақтарда, яғни Жамбыл, Түркістан бұл жеміс, көкөніс, мақта өндірісі бар. Халық саны өсуде, бірақ жұмыссыздық деңгейі жоғары болып отыр. Аймақтар арасындағы экономикалық теңсіздік төмендегі кесте бойынша көрсетіледі. Яғни диаграммада Атырау облысы мен Түркістан облысы арасындағы жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнімнің айырмашылығының 5 еседен асатындығын көруге болады. Бұл теңсіздік аймақтық саясаттың стратегиялық мақсатын айқындайды. Аймақтық дамуды дұрыс бағалау, ғылыми негізделген талдау әдістерін кешенді қолдануды талап етеді. Жалғыз әдіске сүйену жеткіліксіз. Ең дәл нәтиже алу үшін статистикалық, рейтингтік және индекстік тәсілдерді үйлестіруді қажет етеді. Статистикалық талдау әдістері төмендегі әдістерді қамтиды, яғни дискретивалық статистика, орталық тенденция, яғни орта арифметикалық медиана, мода және шашау өлшемдері, дисперсия, стандартты ауытқу арқылы аймақтық деректерді жалпылау, яғни минималды және максималды мәндер теңсіздіктің ауқымын бағалауға мүмкіндік береді. Келесі корреляциялық регрессиялық талдау. Бұл экономикалық көрсеткіштер арасындағы
себеп салдар байланысын анықтайды. Мысалы, инвестиция мен жалпы өңірлік өнім өсімі жол инфрақұрылымы мен кедейлік деңгейі арасындағы өзара тәуелділікті математикалық дәлдікпен өлшеуге болады. Одан кейін кластерлік талдау бұл ұқсас экономикалық сипаттамалары бар аймақтарды топтастыру. Яғни Қазақстан өңірлерінде 3-5 типологиялық кластерлерге бөлуге болатын бұл нысаналы саясат жасауды жеңілдетеді. Одан кейін уақыттық қатарлар талдауы бұл аймақтық дамудың динамикасын бақылау және болжау үшін тренд маусымдық декомпозиция модельдері қолданылады. Бұл әдіс болашақ жалпы өңірлік өнімге немесе жұмыссыздық деңгейін болжауда тиімді болып келеді. Келесі рейтингтік бағалау бұл аймақтарды бір немесе бірнеше критерий бойынша дәрежелеу, яғни кешенді рейтинг жасау үшін негізгі көрсеткіштер анықталады. Әр көрсеткішке салмақ коэффициенті беріледі, нормализацияланған мәндер есептеледі, жиынтық балл есептеліп, рейтинг жасалады. Одан кейін индекстік әдіс ол абсолютті мәндерден 0-ден 1-ге дейінгі немесе 0-ден 3-ге шкалаға нормализацияланып, аймақтарды тікелей салыстыруға мүмкіндік береді. Адами даму индексі, яғни өмір сүру ұзақтығы, білім деңгейі және табыс компоненттерінен тұрады. Аймақтық бәсекеге қабілеттілік индексі ол өнімділік, инновация, инфрақұрылым, институционалдық орта сияқты факторлардың кешенді бағасын береді. Деректерді визуализациялау талдауды жеңілдетіп, шешім қабылдаушыларға ақпаратты тез қабылдауға мүмкіндік береді. Төменде аймақтарды адами даму индексі бойынша шартты рейтинг берілген. Аймақтық теңгерімді қамтамасыз ету Қазақстанның ұзақ мерзімді стратегиялық мақсаттарының бірі болып табылады. Мемлекет аймақтардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, инфрақұрылымды жаңғырту және теңсіздікті азайту үшін кешенді шаралар кешенін іске асыруда. Өңірлерді дамыту мемлекеттік бағдарламалары әрбір жылдар бойынша іске асырылған, яғни 2010-2014 жылдары аймақтарды дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы аймақтық орталықтарды нығайту, агломерацияларды дамыту бойынша жасалған. 2015-2019 жылдары Нұрлы жол инфрақұрылымдық бағдарламасы, яғни жол, темір жол, әуежай желісін жаңғырту бойынша жасалыпты. Одан кейін 2020-2025 жылдарға аймақтар ел тірегі концепциясы, моноқалалар, депрессивті аудандарды жандандыру бойынша жасалынған. 2025-2029 жылдарға аймақтық дамудың жаңа ұлттық жоспары, жаңа Қазақстан реформалары аясында теңгерімді даму бойынша жұмыс жасалуда. Аталған бағдарламалардың тиімділігі бюджет бөлінісінің ашықтығына, жергілікті атқарушы органдардың мүмкіндіктеріне және мониторинг жүйесінің сапасына тікелей байланысты. Инвестициялық саясат ол аймақтарды тартымды етуге бағытталған. Ол арнайы экономикалық аймақтар, мысалы Қазақстанда 13 арнайы экономикалық аймақ жұмыс істейді. Резиденттерге салықтық жеңілдіктер, кедендік артықшылықтар және инфрақұрылыммен жабдықталған алаңдар ұсынылады. Одан кейін инвестициялық преференциялар, яғни Қазақстан инвестициялары ұлттық компаниясы шетел инвесторларына бір терезе принципі бойынша қолдау көрсетеді. Жылдам рұқсаттар мен кепілдіктер берілген. Келесі технопарктар мен инкубаторлар. Астана Хаб, Алматы технопарк, IT және инновациялық стартаптарды аймақта дамытуға мүмкіндік береді. Бұл жоғары технологияларды, жұмыс орындарын қалыптастырады. Мемлекеттік кепілдіктер мен субсидиялар. Бизнес жолы картасы 2025 бағдарламасы шағын және орта бизнеске субсидияланған несиелер мен гранттар береді. Аймақтардағы кәсіпкерлікті ынталандырады. Инфрақұрылымды дамыту теңсіздікті жоюдың негізгі тетігі болып табылады. Мысалы, Нұрлы жол бағдарламасы аясында 10 мың километрден астам автомобиль жолы жаңғыртылды. Трансқазақстан темір жол дәліздері, яғни Батыс Европа, Батыс Қытай халықаралық
дәліз аймақтарының транзиттік потенциалы артты. Сондай-ақ цифрлық теңсіздікті жою мақсатында бүгінгі аймақтық саясаттың басым бағытының бірі болып отыр. Яғни ауылдарды жылдамдығы жоғары интернетке қосу жобалары қазіргі таңда жүзеге асырылуда. Аймақтық теңгерімдерді қамтамасыз ету жолдары фискалдық теңестіру, жергілікті экономиканы әртараптандыру, адами капиталды дамыту, жергілікті өзін-өзі басқаруды күшейтумен қарастырылған. Тақырыбымызды қорытындылай келе, аймақтың экономикалық әлеуетін бағалау, бұл өңірдің экономикалық даму мүмкіндіктерін, ресурстық қорын, өндірістік қуатын және болашақтағы өсу деңгейін анықтау процесі деп айтамыз. Бұл бағалау аймақтың бәсекеге қабілеттілігін, инвестициялық тартымдылығын және даму перспективаларын анықтауға мүмкіндік береді. Осымен тақырыбымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.